Сәлем достар, бүгін сіздерге жаппасайдың жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен осылай қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге ұн керек, ұнның үстіне тұз және су қосып, бір жұмыртқа қосып, жақсылап отырып жаппасайдың қамырын илейміз. Астына міндетті түрде рецебін жазатын боламын. Сол бойынша жасасаңыздар болады. Біздің каналға подписаться кнопкасын және осы қоңырауша белгіні басып, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне біз енді сәбізді осылай төрт бұрыштап турадық. Енді тәтті бұрыштарымызды да осылайынан турап аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша қызыл, жасыл, әр қалай цветтерін қоса беруіңізге болады. Достар, осы видеоны WhatsApp желілеріне, тағы да басқа да Телеграмға солайынан достарыңызбен бәрінмен бөлісуге болады. Олар да осы рецепт бойынша жасап көрсін. Енді мен осылай қиярды да қостым. Сіздер қиярды қоспасаңыздар да болады. Менде қияр үйде болғандықтан осылай арасына дәмді болсын деп қосып жібердім. Міне барлығын осылайынан турап алдым. Енді біз қызып тұрған майымызға осылайынан қуырамыз. Енді үстіне фаршымды қостым. Сіздерде фарш болмаса, кәдімгі етті ұсақтап турап, тоже қосуларыңызға болады. Міне осылайынан барлығын жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз, сосын томат саламыз. Жақсылап барлығын араластырып, қуырып алдым. Енді үстіне су қосып, осылай жақсылап қайнағанын күтіп, енді біз картошкамызды ұсақ-ұсақ турап үстіне қосамыз. Міне осылайынан жақсылап араластырып, сәл пісқанын тосамыз. Енді оғанға дейін мен қамырымды екіге бөліп алып, оны жақсылап жаямын. Өте көп қамыр істемеңіздер. Мен артығымен істеп қойдым. Сондықтан жартысын алып, осылайынан жақсылап жайдым. Енді үстіне кәдімгі сұйық майдан қосып, осы қамырымның бетін майлап шықтым. Міне барлығын майлап алғаннан кейін дәл видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Егерде қандай да бір жері ұғынықсыз болса, онда комментарийға сұрақ қоюларыңызға болады. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Міне осылайынан турап алдым. Енді жәнегі қайнап жатқан осы картошкамыздың бетіне жаймамызды салып, пысқанын тосамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің жаппасайымыз дайын. Сізде осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Ас болсын, сәттілік сізге.